Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті тәуелсіз арнаның көрермендері. Бізге әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Каналға тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін бауырлас елдердің басы қосылады. Тоқаев маңызды мәлімдеме жасауға оқталып отыр. Астанада өтетін түркі елдерінің 10-шы саммитін тағатсыздана күтеміз. Түріктайым деген тақырыпты арқау еткен саммитке біркіндіктен тараған туысқан ұлттардың басшылары түгел жиналды. Бізге жеткен мәлімет бойынша Тоқаев бүгінгі жиында батыл мәлімдеме жасайды. Түркі одағын құруға алғышарт болатын іс-қимылға көшуге, түркітілдес аудиторияны бір жұдырыққа жұмылдыратын өміршең идеяны ойлап табуға үндейді. Жалаң ұран сылдыр сөзді қойып, түркі әлемінің өрісін кеңейтетін пайдалы кейс әзірлеу керектігін тілге алға тартады. Бұл бастама Анкарадан атажұртқа алып ұшып жеткен Ердоғанның тарапынан қолдау табары сөзсіз. Түркия президенті түркі мемлекеттерінің жағрафиясын кеңейтіп, ұйым қатарын жаңа мүшелермен толықтыра түсуге мүдделі. Саммитке Мажарстан мен Түркменстан бақылаушы ел ретінде қатысады. Ердоған Израиль тақырыбында айналып өтпесі анық. Бізге белгілі болғандай, түрік лидері аталған мәселені саммиттің күн тәртібіне шығарғалы отыр. Аумалы төкпелі заманда түркі халықтарының бірігуі расында халықтың көңіліне үлкен серпіліс алып келеді. Бұған дейін де Тұран одағын құру туралы бастамаларды халық есепсіз күтіп отқанын және білеміз. Ал алдағы уақытта ежелгі түркі халықтары бірігер болса, солтүстіктегі Ресей, шығыстағы Қытай, батыс елдері, құрлықтың арғы жағындағы Америка құрама штаттары секілді алпауыттардың өзі Тұран одағымен сөзсіз санасатыны белгілі. Түбі бір түркі халықтарының бірігуін және өзге де белгілі сарапшылар болжам жасап келеді. Әскери жағынан болсын, саяси экономикалық жағынан бірігетін дәл осы Тұран одағы алдағы ғасырдағы ең алып одақ болуы әбден мүмкін. Сондықтан өзгеге жалтақтай бермей, осы жолы Тұран одағын құруға бастама боларлықтай әр елдің басшылары өз идеяларын жинап және ортаға салады деген ойдамыз. Егерде Тұран одағы құрылар болса, бұл одақпен кез келген ел шама шарқынша байланыс жасауға тырысатыны сөзсіз. Белгілі депутат Қазбек Иса Тұранға тұтқа Түрік Республикасына 100 жыл деп жазба қалдырды. Тұран елдерінің тұтастығын ойласақ, шұғыл түркі елдері одағын құруымыз керек деген депутат ағамыз былай дейді. Түркияның бағына біткен әлемге әйгілі бірегей тұлға Мұстафа Кемал Ататүріктің ерен ерлігімен 1923 жылы 29 қазанда Түркия Республикасы құрылды. Қазір Түркияның халқы 82 миллионнан асады. Президенті әлемге әйгілі саңлақ саясаткер Режеп Ердоған. Айналасын 4 теңіз қоршаған Түркия мемлекеті, 4 құбыласы түгел, 4 дүние санасатын қуатты ел. Байрақтар дронымен әлемге әйгілі әскерінің жалпы саны 1.054.750 адамға жететін Түркия қарулы күштері саны жағынан НАТОда 2-ші орында. Америка құрама штаттарынан кейін 2-ші орында тұр. Түркия қазақ елі 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жариялаған соң 45 минуттан кейін-ақ ең бірінші болып таныған туыс ел болғандықтан да қазақ халқының құрметі ала бөтен ерекше. Түркиямен дипломатиялық байланыстар 1992 жылы 2 наурызда орнады. Қазақстанның алғашқы елшілігі 1992 жылы қазанда Анкарада ашылды. Қазақстандағы алғашқы елшілікте 92 жылы 12 сәуірде Түркия елшілігі болды. Түрік елдері болашағына алаңдаған Ататүрік сонау 1933 жылы не деп еді? Бүгін Кеңес одағы біздің досымыз, көршіміз, одақтасымыз, осы достыққа мұқтажымыз бар. Алайда оны ертең не күтіп тұрғанын бүгін ешкім кесіп айта алмайды. Құдды Осман немесе Австро-Венгрия империялары сияқты бөлшектеніп, ұсақталуы ғажап емес.
Бұрын жұдырығын жібермей ұстаған халықтар алақанынан шығып кетуі әбден мүмкін. Дүние жаңа тепе-теңдікке ұласуы кәдік. Міне, сол кезде Түркия не істеу керектігін білуі тиіс. Осы досымыздың қол астында тілі, сенімі, тағдыр тауқыметі бір бауырларымыз бар. Оларға сол сәтте қол созуға әзір отыруымыз қажет. Әзір болу сол күнді үнсіз күту емес, дайындалған жөн. Халықтар бұған дейін қалай әзірленді? Рухани көпірлерді сақтай отырып, тіл бір көпір, сенім бір көпір, тарих бір көпір. Тамыр тегімізге оралып, сан қилы оқиғалармен сөгілген тарихымызда түгендеуге тиіспіз. Олардың сырттағы түріктер бізге жақындауын күте алмаймыз. Біз оларға жақындауымыз қажет деген еді асыл туған Ататүрік осыдан 90 жыл бұрын. Түркияның туысқан қазақ елі азаттығын алғашқы болып мойындауы Ататүріктің сол 1933 жылы түрік халқына айтқан асыл аманатын адал орындауы. Түркияның Қазақстанның экономикасына, білімі мен мәдениетіне, руханиятына қосып жатқан үлесі зор. Іргесі мықты, керегесі кең, босағасы берік, шаңырағы биік ел болу үшін барлық ұлт бір тілде, мемлекеттік тілде сөйлеу керектігін әлемге әйгілеген елдердің бірегейі Түркия Республикасы. Түрік Республикасының тұңғыш президенті Мұстафа Кемал Ататүрік мемлекет басшысы болып сайлана салысымен алғашқы жылақ Түркия мемлекеті мықты болу үшін еліміздегі 78 ұлт бүгіннен бастап бәріміз бір тілде, түрік тілінде сөйлейтін болуы тиіс. Тек талап етіп, міндеттеп қана қойған жоқ. Мемлекет басшысы Ататүріктің өзі мемлекеттік қызметте қолданылатын мемлекеттік тілдің стандартын жасап шықты. Осындай қазақ ұлты алдындағы тарихи жауапкершілікпен ұлы аманат бізде де орындалу тиіс еді. Өкінішке орай 30 жылымыз бір дәуір босқа кетті. Түркия біздің бауырлас еліміз және ең сенімді серіктес мемлекетіміз, сондықтан да бір бүйрегіміз бұрып тұратыны рас. Тәуелсіздікті алған түрік тектес елдерге оны сақтап, өркендетіп, дамыту оңай соғып жатқан жоқ. Бұл әсіресе шығысында Айласы да, Айбарда асқан алып Айдахар бар. Солтүстігінде ашулы аю жатқан шекарасы бар. Күрделі геосаяси жағдайда тұрақты Тұран одағы қашан құрылады деп алаңдаған ел аз емес. Осыдан 100 жыл бұрын Сталин Кеңес одағының нөмірі 1-ші жау атаған Алаштың ақиығы біртуар тұлғамыз Мұзбалақ Мұстафа Шоқайдан бастап қазақтың ұлы ақыны Мағжан Қостаған Тұран бірлігін жырлау бүгінде өте өзекті. Бұл туралы кезінде өзімізде жаздық. Түркия туралы Тұран одағын құруға арналған және Ердоған деген ер осы және тағына басқа мақалаларымыз бар. 2021 жылы 6 қыркүйекте Қазақ үні газеті мен ұлттық порталында шұғыл Тұран одағы құрылуы тиіс атты мақала жарияладық. Тұран елдерінің тұтастығын ойласақ, шұғыл түркі елдері одағын құруымыз керек. Шығысымызда Қытай, солтүстігімізде Ресей мемлекеттері құдайы көрші болғасын. Олармен бірнеше экономикалық және ынтымақтастық одақтарда мүше болып отырмыз. Алыстағы алпауыт ақшпен де сәлеміміз түзу. Бірақ дүрбелеңі көп, дүние күнде дүрлігіп тұр. Оңтүстік Азиядағы таяуда тәліптер билікке келген Ауғанстанда әлем назарын аударып, шекарасы жақын елдерді қатты алаңдатып тұр. Біз Ресей бастаған ТМД-ның біраз елдермен Еуразиялық экономикалық одаққа ойланбай кіріп кеткенде, неге туыс елдердің одағын құруда ойлануымыз керек? Енді түбі бірге түркі елдері одағын құрсақ, іргемізді бекемдеп, шекарамызды шегендей түсуге берік негіз болар еді. Бұның соңы әскери одаққа ұласу да заңды. Екпіні қатты Ердоған ер бастаған ел басшыларының мойнында түгел түркі мемлекеттерінің тәуелсіздік тағдыры, территориялық тұтастық қауіпсіздігі тұр. Тағы да қадап тұрып, қайталап айтамыз. Тәуелсіз түркі елдері үшін қазір ең басты мақсат Тұран әскери одағын құру деп жазған едік. Алаш арыстары аңсаған Тұран одағын құру туралы осы мақаланы қалың ел бірден қатты қолдап кетті. Содан ақ бұл мақсат қазақ халқының елдік мұратына жататынын білуге болады. Тура осы мақаламыздан кейін 66 күн өткен соң 2021 жылы 12 қарашада Истанбулда түркі мемлекеттері ұйымы құрылғанда қатты қуандық. Бұл біздің еліміз үшін, жалпы түркі мемлекеттерінің ұйымы тұтас Тұран үшін тарихи белес.
түркі мемлекеттері ұйымы құтты болсын деп те жаздық. Түркі мемлекеттері ұйымына айналған түркі мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесінде 8-ші саммитте Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлеп, елдік, жаһандық маңызы бар мәселелермен қатар өткен ғасырдың ортасында қиын қыстауда Шығыс Түркістаннан Тибет пен Гималай асып, ауа көшкен қазақтар Үндістан мен Пәкістанға барғанда шақырылып, оларды бауырына басқан бауыр ел Түркияның көрнекті мемлекет қайраткері, сол кездегі премьер-министр Аднан Менделестің рухына қазақ халқының атынан тағзым етті. Бұл да бір қазақ елі мен Түркияның бұрыннан жалғасып келе жатқан туыстығының жарқын белгісі еді. Біз Түркия мемлекетінің қиын қыстауда қазақтарға кең құшағын ашқан бауырмалдылығын еш уақытта ұмытпаймыз. Тұран одағын аңсау бұл әрине Кеңес империясының 70 жылдық темір құрсауынан шыққан түрік тектес елдердің қазір әлемдегі алпауыт мемлекеттер санасатын қуатты ел Түркияға деген ағайындық, арқа сүйеу мен зор сенім екені анық. Тұранға тұтқа болған Түрік Республикасының 100 жылдығы құтты болсын. Жазба авторы Қазбек Иса. Біздің арнамыздың да дәл осы бағыттағы ерекше жағдайларды баса назарда ұстайтынын айта кеткеніміз абзал. Әрине, Тұран одағын қолдайтын халықтың, әсіресе қазақ елінің бар екенін біз жақсы білеміз. Егерде сіз одақты қолдаймын десеңіз, Тұран одағын қолдасаңыз, міндетті түрде пікірге қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді де ұмытпаңыз.